Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге р әріпін қалай дұрыс айтамыз, осы туралы айтатын боламын және жаттығуларды көрсетемін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздердің жақындарыңыздың, достарыңыздың арасында р әрпін айта алмайтын жандар болса, осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Өйткені мен өзім кеше аулаға серуендеуге шыққан болатынмын. Сол кезде бір кішкентай баланың, шамамен 4-5 жастағы баланың бір қызбен танысып, бірақ оның есімін дұрыс айта алмай күлкіге қалып, бір жағынан қызды ренжітіп алғанын да байқадым. Яғни оның есімі, қыздың есімі Сара екен, ал басқа жігітті болса, ол яғни есімді дұрыс айта алмайды. Яғни р дыбысын айта алмағандықтан, өзі дұрыс айта алмай оның есімінде қызды ренжітіп алған жайы бар. Егер де сіздерде р дыбысын айта алмайтын болсаңыздар, немесе жақын туыстарыңыздың арасында сондай жандар болса, осы видеоны міндетті түрде қарап шықсын. Біз сіздермен видео барысында р әрпін қалай дұрыс айтамыз, осыған тоқталатын боламыз. Олай болса, достар, видеоны бастайық. Бізге ең алдымен р дыбысын айту үшін осындай мақталы таяқшалар қажет болады. Ең алдымен біз сіздермен бірге р әрпін айту үшін тілімізді жоғары көтеріп, және осы мақталы таяқшалармен оны астынан ұстап тұрамыз да, және де дыр деп айтамыз. Барынша созып р дыбысы шыққанға дейін солай сіздер қайталайсыздар. Олай болса, бірге жасап көрейік. Достар, бұлай жасаған кезде сіздердің дауыстарыңыз анық р дыбысын шығармайды, бірақтан да біздің тілімізді босаңсытуға көмектеседі. Өйткені білесіздер, біз р әріпін тілді жоғары көтеру және оны біз дірілдету арқылы р әріпін шығарамыз. Қазір біз сіздермен енді осы жаттығуды 5 рет жасағаннан кейін мақталы таяқшалармен, одан кейін ешқандай мақталы таяқшаларсыз тілімізді жоғары көтеріп тұрып, р әрпін шығаруға тырысамыз. Бірге жасап көрейік. Дыр, 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 дыр. Жасау үшін терең тыныс аласыздар да, және де тыныс алғаннан кейін ауыздарыңызды кішкене ғана аша тұрып, яғни тіліңізді жоғары көтеріліп, тіліңізді барынша дірілдетіп, р әрпін шығаруға тырысасыздар. Қайта-қайта көп жасаған сайын сіздің р әрпіңіз өте әдемі шығатын болады және анық шығады. Олай болса, тағы да бірге жасап көрейік. Дыр, 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 дыр. Осылай сіздер 5 рет қайталасаңыздар жеткілікті. Келесі бізде жаттығу осы мақталы таяқшамен жасалады. Ол үшін тағы да тілді жоғары көтереміз және тілдің астын кішкене ұқалап шығамыз. Яғни осы арқылы біз тілімізді р әрпін айтуға дайындаймыз. Егер де сіздер мысалға жай ғана р әрпінен айтылатын сөздерді жаңылпаштарда айта беріп, яғни ешқандай нәтижеге жетпеген болсаңыз, онда осы мен айтқан жаттығуларды жасап көріңіз. Одан кейін барып р әрпінен басталатын сөздерді жаңылпаштарда қайталасаңыздар, міндетті түрде нәтижесін көретін боласыздар. Олай болса, бірге жасап көрейік. Достар, міндетті түрде келесі жаттығуды да жасап көріңіздер сіздер.
Өйткені тіліңізді сіздер босаңсытып алғаннан кейін сіздің тіліңіз кез келген әріпті айтуға дайын болады. Сол кезде сіздер қандай әріпті айтып үйренгіңіз келеді. Яғни р әріпін сіз тілдің тікелей көмегімен айтасыз. Сол себепті р әріпін үйренгіңіз келсе, онда осылай бірнеше рет, 5 рет, 6 рет дыр деп қайталап жібересіздер. Сол арқылы сіздің р әрпіңіз өте әдемі шығатын болады. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар, достар.